Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бір жасағаннан осындай жұмсақ әрі керемет тәтті болып шығатын шоколадный творожный пирог рецептімен бөлісетін боламын. Жаңа жыл дастарханыңыздың сәнін көркін ашатын тәтті пирог болатын болады. Үйге келген қонақтарыңызға, отбасыларыңызға ұнайтын сөзсіз. Онда бастадық. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Алдымен ыдысымызға бір штук жұмыртқамызды, мөлшерде көрсетілген қантымызды өлшеп салып аламыз. Бөлме температурасында тұрған сармайымызды саламыз. Сіздерге толық рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қаймақ саламыз. Енді осылардың барлығын бір келге етіп, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Бізде қант еруі қажет, барлығы осындай бір келкі болып араласуы қажет. Және де енді електен шығарылған ұнымызды салып аламыз. Міндетті түрде таразының көмегімен өлшеп салыңыздар. Какао саламыз. Және де бір чайный ложка толтырып разрыхлитель саламыз. Енді осының бәрін біріккенше қамыр тәрізде болғанға дейін бізде жұмсақ, әдемі песочный тесто дайын болу керек. Осылай әдемілеп қамыр илеп аламыз. Қолға жабысып тұр, тағы да ұн саламыз. Сіздерге толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Тағы да 40 граммдай ұн салып жібердік. Сол кезде енді біздің қамырымыз өте әдемі, қолға жабыспайтын, эластичный қамыр иленеді. Көріп тұрғандарыңыздай. Өте керемет пирог рецепті, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Біздің осымен пирогымыздың қамыры дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте оп-оңай, жайылуы да өте жұмсақ болып шығады. Енді осы тестамызды екіге бөліп аламыз. Біреуін үлкендеу, біреуін кішілеу етіп. Қазір енді формамызға жайғастырып аламыз. Менде 26 диаметрмен бойы 2,5-3 см осындай пирогтың формасы іші алынады. Үлкен қамырымызды алып, ішіне барлық жеріне бірдей етіп жайып аламыз, тегістеп. Бірінші шеттерін, бортиктарын шығарып алыңыздар. Сол кезде піскен кезінде өте әдемі болып шығады. Қалған қамырын барлық жеріне бірдей етіп осылай жеткізіп жайып шығасыздар. Бірдей қып жаюға әрекет істеңіздер. Сол кезде бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмайды. Енді начинкасын дайындаймыз. Менде бұл базардың творогы, яғни қолдың творогы, магазиндегі де бола береді. Мөлшерде көрсетілген творогымызды салып аламыз таразының көмегімен, және де сметана. Сметананың да процентіне байланысты емес, магазиндегі де бола береді. Енді қантымызды өлшеп салып аламыз, және де 2 штук жұмыртқамызды саламыз. Жаңағы пирогымыздың начинкасын әдемілеп қатты етіп ұстап тұру үшін. Енді бір ас қасық кукурузник крахмал саламыз. Осылардың барлығын жақсылап бір келкі болғанға дейін блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Егер блендер болмаған жағдайда енді амалдап істейсіздер, жаңағы миксермен ба істеп көріңіздер, вилкамен бір келкі болғанға дейін. Дайын болған начинкамызды пирогымыздың қамырын үстіне жайып, әдемілеп бір тегістетіп, осылай столға 3-4 рет ұрып жіберіңіздер. Сол кезде теп-тегіс болады. Барлық жеріне бірдей етіп, жаңағы алып қалған екінші кішкене тестамызды осылай ұн сеуіп, столдың үстіне чұқа етіп жайып аламыз. Енді қатты чұқа етіп жаймаңыздар. Жаңағы пирогтың несіне жететіндей етіп жаюларыңыз қажет. Егер қалың болып қалса да, пирогтың үстінде қалың болып ісініп піседі бұл. Сондықтан чұқалау етіп жаюға тырысыңыздар, және де лентасы сияқты етіп осылай кесіп аламыз барлығын. Қазір пирогымыздың бетін, начинкасының үстін осымен әдемілеп сәндейтін боламыз, көбік етіп. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Алдымен ұзын-ұзын ленталарды осылай ұзын жағынан дайындап осылай үстіне қойып аламыз. Қысқаларын өзі кейін шеттеріне қойсаңыздар болады. Осындай әдемі узормен істесеңіздер болады, немесе 2-3 сағатқа жаңағы кішкентай тестамызды морозилкаға қатырып алып, бетіне теркадан шығарсаңыздар да өте әдемі болып шығады. Енді қонақ келген кезде, егер сатылымға шығаратын болсаңыздар, осылай бетін әдемілеп сәндеп шығарсаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Үйде отқан қыз келіншектер осы рецептпен сатылымға шығарсаңыздар да болады. Өте керемет пирог рецепті. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз толықтай пісіп шықты. Қараңыздар, осындай керемет болып шығады. Әбден формасына шығармас бұрын
1-2 сағат бойы бөлме температурасында тұрып суы қажет. Содан кейін барып пирогтың формасынан шығарамыз. Оған дейін ыстық кезінде шығармаңыздар, сынып кетеді. Біздің пирогымыз өте нәзік әрі күшті болып шығады. Бетіне сәндеп, осылай шеттеріне сахарный пудра сүйсек болады. Қонақ келген кезде немесе сатылымға осындай әдемілеп шығарасыздар. Енді әбден суығаннан кейін пирогымызды кесіп, шаймен, кофелермен іше берсеңіздер болады. Өте керемет тәтті пирог рецепті міндетті түрде дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Баршаңызға рахмет. Сіздерге қазір кесілу жолын көрсетемін. Қараңыздар. Іші осындай начинкасы толы әдемі болып шыққан, ауыздарыңызда еритін болады. Отбасыларыңызға, балдарыңызға жасап беріңіздер. Ұнайтыны сөзсіз. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Зұлқұмар. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады.